Қайырлы күн, құрметті біздің виртуалды музей көрермендері. Кеншілер күні мерекесіне орай біз Кеншілер даңқы айдарын ашып отырмыз. Бұл айдарда біз осы тақырыпқа байланысты музей қорындағы шығармаларға тоқталатын боламыз. Кеншілер күні мерекесі сонау кеңес заманынан, яғни 1947 жылдан бері тойланып келеді. Бүгінгі менің сіздерге айтатын туындым біздің музейдің жәдігері емес. Бұл біздің сүйікті қаламыз Қарағандының брендіне айналған көрікті ескерткіштердің бірі монументалды туынды. Біз мүсіндік композиция Кеншілер даңқы жайлы сөз етпекпіз. Бұл туындының авторы Қазақ ССР-ның еңбек сіңірген өнер қайраткері, Қазақстан Республикасы Суретшілер Академиясының академигі, екінші дәрежелі достық орденінің иегері, Қарағандының құрметті азаматы Анатолий Петрович Былык. Сәулетші, яғни архитектор, мәскеулік Анатолий Пантелеевич Малков. Институтты бітірген соң ол Қарағандыға келген, академик, Ресейдің еңбек сіңірген сәулетшісі. Анатолий Петрович өте еңбекқор, қайсар, талапты да талантты жан болды. Әр монументалды немесе станокты шығармасында ол еңбек адамдарының еңбекқорлығын, немесе батырдың ерен ерлігін ашып, кеншінің, металлургтың, егіншінің, ғалымның шынайы образын көрсете алды. Бұлар өз еңбегіне адал, нағыз, жігерлі азаматтар бейнесі еді. Оның қолынан шыққан ескерткіштер Қазақстан, Украина, Германия елдерінің қалаларына сән беріп тұр. Қарағанды қаласындағы алғашқы ескерткішін Анатолий Петрович Былык 1958 жылы Юрий Вильгельмович Гумельмен бірігіп, Кеңес одағының батыры Нұркен Әбдіровке арнап жасаған еді. Анатолий Петрович үшін жемісті жылдар бұл 1970 жылдар болды. Бұл Кеншілер монументін жасауға арналған конкурстан басталған еді. Конкурс өткізілместен бұрын ескерткіштің орны да сайланып қойылған болатын. Сол жылдары партия басшылары танымал кеншілерге көп көңіл бөлетін, әсіресе аты аңызға айналған жерлесіміз танымал кенші Түсіп Күзембаевқа. Сол кезде кеншілер сарайына еңбек ері жұлдызын алу үшін қалай барғандарын айтып отыратын еді. Ол кезде бұл жер бос айдала болатын, және мұнда Сталиннің ескерткіші болатын еді. Дәл осы кеншілер ізі қалған жерде ескерткіш тұру керек деп шешілді. Кеңес одағы кезіндегі үшінші кен орны болған Қазақстанның өндіріс орталығы Қарағанды үшін әрине бұндай ескерткіштің болуы заңдылық әрі өте қажет еді. Бұл қиын да қызықты кеншілер мамандығына деген үлкен құрмет. Монумент композициясының эскиз идеясы мүсіншінің бақылауы барысында туған. Автордың айтуы бойынша, сол кезде ол 31-ші шахтаға барып, шахта кеншілерінің бейнесінің эскизін жасап, соны бақылап жүрген кезі болатын. Сол эскиздерді жасау үшін ол лаваға түскен. Сонда автор айтады: менің үстіме жер құлап бара жатқандай болып көрінетін дейді. Осы композицияда бейнеленгендей, шахтерлар осы жер қабатын көтеріп тұрғандай болып елестететін. Бұл жоғары көтеріп тұрған тауды аспанға көтеріп тұрғандай елестетті. Екі фигура қазақ және орыс ұлтының азаматтары. Бұл жер ана сыйлаған байлықты бастарынан асыра көтеріп тұр. Осы қара алтын көмір біздің аймақтың экономикалық және әлеуметтік өмірі.
Ал көмір бассейні көп ұлтты интернационалды болды. Сол жылдары қарағандылық шахтерларға көмек үшін стахановшылар бастаған, яғни орыстар, украиндар және тағда басқа көп ұлты өкілдер келген болатын. Орыс ұлтының өкілі көмірді бір қолымен демеп тұр, ал қазақ осы жердің иесі ретінде екі қолымен бірдей көтеріп тұр. Осындай ауқымды жобаны жүзеге асыру үшін Қарағандыда мүмкіндік болмағандықтан Анатолий Петрович Былык Москваға барады. Бұл 1969 жылы еді. Бір жыл бойы сол Москва қаласында танымал мүсінші Сергей Дмитриевич Меркуровтың шеберханасында монументті мүсіндейді. Бұл монумент қоладан құйылған. Қоланы Ленинград қаласында қиды. Сол жерде 59 кесектен дайындалған құйманы үлкен 4 бөлік етіп құйып шықты. Содан соң пойызбен Қарағандыға жіберді. Осы жерде 4 адамнан тұратын бригада 25 тонналық кранмен ескерткішті 15 күннің ішінде орнатып болды. Монументтің тұғырын граниттен Алматы қаласында құйған болатын. 1974 жылы 20 тонналық монумент Кеншілер даңқы салтанатты түрде ашылды. Бұл салтанатты ашылу қаланың 40 жылдық мерейтойына орайластырылған еді. Бұл монумент бүкіл одақтық Лениндік коммунистік жастар одағының 30 жылдығы атындағы саябақтың кіреберісінде орналасқан. Оның алдында Қарағандының басты магистралы, ал қарама-қарсы бетінде мәдениет орталығының бірі Кеншілер мәдениет сарайы орналасқан. Монумент Бұхар жырау даңғылындағы ең көрнекті бетке ұстар ескерткіш. Бұның төмен тұғырда орналасуы автордың қалауынша көрермендердің мүсін кеңістігіне тереңнен бойлап жете түсіне білуіне жақсы әсер етеді. Кеншілер даңқы монументі еңбек адамының мақтанышы. Ескерткіш КСРО халықтарының достығының символы. Себебі бұл монументтің туындауында көп ұлт өкілдерінің қолтаңбалары жатыр. Ол соңғы кейпіне енгенге дейін Москва, Ленинград, Алматы қалаларында болып келді. Бұл мүсіндік композицияны музей қызметкерлері жанды мүсін ретінде Астана, Қарағанды қалаларында бірнеше мерейтойлық шараларда инсталляция ретінде бейнелеген болатын. Біздің музей қорында 1959 жылғы көптеген автордың құрылғылы жұмыстары бар. Және пластикта орындалған автордың жалғыз автопортреті бар. Тыңдағандарыңызға рахмет.